50 spänn på fickan, jag har en crush på flickan. Hon som crushar vägg i vägg bredvid. Och jag ska ta dig ut på stan, vi festar som rockstars. Så jag vet att du vill hänga med. Och vi kan glömma vad vi gjort, för det är redan gjort. Baby, det spelar ingen roll, för jag har 50 spänn på fickan. Jag har en crush på flickan. Hon som crushar vägg i vägg bredvid. Nu kör vi rakt in i taket. Bara du och jag, nu ska vi riva hela haket. Vem bryr sig anyway? Rakt in i kaket, in i kaket. Wow. Vem bryr sig anyway? Vem bryr sig anyway? Vem bryr sig anyway? Vi tömmer hela baren, skiter i morgondagen. Tar din jacka babe, så drar vi ut. För vi har rivit hela stället och trashat stadshotellet. Shit, och nu är alla cash. Көміреттеп, аталарын риза қылып, өбірлі-шөбірлі, Қазақстанның беделді отбасы болып, Аллаға біздімізді қуып жер аласыңдар ба деп, саңыз көбеді ақында. Осы достарың алдында сыйлы бол, достарың сыйлағаныңды сыйлайды ғой. Айтсын. Сондықтан тойың құтты болсын. Осылай тойлар көп бола берсін. Ура! Тойларың құтты болсын. Аспандарың ашық, дендерің сау болсын. Семьяларыңа тілеріміз бақыт, денсаулық. Арттарынан ұрпақтарың ере берсін. Өздерің сияқты әдемі сүйкімді ұрпақ болып, арттарынан еріп, сендерден үлгі алып, сендердің іздеріңді қусын. Солардың қызығына тоймай екеуің шал мен кемпір болып, самайларың бірге ағарып, бірге қартайыңдар. Сол барлық қызығын көріп, барлық достардың ортасында күліп ойнап, аман-есен жүре беріңдер. Алчандарына. Айтады ғой, сыйлағанның құлы бол дейді. Сыйлап келіп тұр енді.
Бәрімізге де жұғысты болсын енді. Арттарынан балалар өбірлі-шөбірлі болып жүре берсін. Сол үшін қояды. Қатқылды. Тоқта айтты. Жүндер мақсат бірге қойған мақсаттармен жеткендер. Бүгін екеуі ашылып келесі жылы үшеу болыңдар. Әмин. Солай көбейіп жүре беріңдер. Ура! Алла Тағала баршамыздың қасиетті некеге деген ниеттерімізді қабыл етсін. Енді мына неке қимастан алдын ең бірінші уағыз насихаттан бастағанды жөн көріп отырмын. Білесіздер, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтты: «Ан-никаху сүннати», неке менің сүннетім, яғни менің қалдырып кеткен сара жолым деді. «Фәмән рағиба анни фәләйсә минни», кім-де-кім некеден бас тартса, ол бізден болмайды деді. Яғни бұл жерде некенің қасиеттілігін, некенің құндылығын айтып жатыр. Неке бұл бір-біріне харам болған екі жастың арасын жарастырып, бір-біріне адал қылып беру, халал қылып беру деген мағынаны білдіреді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам өзінің тағы бір хадисінде былай дейді: некелеріңді қиыңдар, үйленіңдер, әрі көбейіңдер дейді. Яғни некедегі ең басты мақсат болған нәрсе бұл некелесіп, кейін ұрпақтың санын көбейту. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам хадистің жалғасында: көбейіңдер, мен сендердің көптіктеріңмен қиямет күні мақтанамын деді. Яғни біз осы мұсылман қауымы ұрпағымызды көбейту арқылы қиямет күні пайғамбарымыздың үмметінен саналып, пайғамбардың үмметін көбейткен болады екенбіз. Сондықтан Алла Тағала осы бүгінгі некемізге береке берсін. Енді бұл неке қиылмастан алдын ер кісінің және әйел кісінің шариғаттағы міндеттері жайлы айтылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: «Күллүкум раин ва мас'улун ан раияти». Мына отырған баршаңыз жауапкерсіздер дейді. Және өздеріңізге тиесілі болған нәрсеге жауап бересіздер дейді. Ер кісі өзінің отбасына жауапты, және қиямет күні сол өзінің отбасы жайында сұралады. Ең бірінші сұралатын нәрсе ер кісіден сол отбасының, әйелінің және өзінен туған перзенттердің тәрбиесіне жауап береді. Екіншіден, сол перзенттерінің нәпақасына, барлығына жауап береді екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің мүбәрак хадис шәрифінде былай дейді: мұсылмандардың арасындағы ең жақсысы өзінің отбасына жақсы болғандары дейді. Солардың ең жақсысы өзінің әйеліне жақсы көркем мінез құлықпен қарағаны дейді. Сондықтан ер адам шамасының жеткенше өзінің әйеліне анасы ретінде, ұлттың анасы ретінде, өзінің аяулы қарындасын ойлап, әпкесін ойлап, осы қыз баланың жаңағы міндетіне берік болу қажет екен. Исламда ер кісіге әйел кісінің алдындағы міндеттер жайында көп нәрсе берілмеген. Бірақ әйел кісінің еріне байланысты мынадай айтқан сөздері бар. Бір күні пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи вассаламның әйелі Айша анамыз Алланың елшісінен келіп былай деп сұрады дейді: «Уа Алланың елшісі, ер кісі бұл дүниеде кімге міндетті? Яғни кімде ақысы бар?» деп сұраған кезде
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ер кісі өзінің анасын қамқорлыққа алуға, өзінің анасына жақсы қарауға міндетті деді. Ал әйел кісі деп сұраған еді, пайғамбарымыз әйел кісі өзінің күйеуіне қарауға міндетті деді. Яғни соған бағынғаны дұрыс болады деді. Біздің қазақта отымен кіріп, күлімен шық, соған тастай батып, судайсың деген жақсы сөздер. Бұл дегеніміз арғы отбасыңды ұмыт, сенің келе жатқан отбасың мынау осы үйдің түтінін түтетіп, осы үйдің жаңағы шаңырағына береке әкелуге негізделгенін айтамыз. Сондықтан ер адамның жәннаты өзінің анасы болса, әйел адамның жәннаты өзінің ата-анасы емес. Кім болады екен? Айтыңыздаршы. Келген жеріндегі ата-енесі. Келген жеріндегі ата-енесі өзінің күйеуі болып есептеледі екен. Сондықтан қарындасым, атыңыз кім болады? Қарындасым Жанар, осы келген жеріңізге тастай батып судай сіңіңіз. Уақыз көп айта берейік, е? Сіздер асығыс емессіздер ғой? Асығыс уақыт тығыздау. Уақыт тығыздау ма? Жақсы. Бір-екі міндеттерін айтып кетейін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам білесіздер, Миғраж деген мынау 7 қабат көктен кейінгі Алламен барып кездесіп қайтты. Оны Миғраж оқиғасы деп айтты. Сонда Алла тағала оған жәннат пен тозақты көрсетті дейді. Сонда тозақтың көп тұрғындары әйелдердің болатынын айтқан екен. Сонда барша әйелдер пайғамбарымыздың алдына келді дейді. Неге олай? Неге әйелдер тозақта көп болады деп айтты дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әйелдер өздерінің күйеулеріне бағынбағандығы себепті, аманаттарына берік бола алмағандары себепті тозақтың отында көп болады деп айтты дейді. Сондықтан әйел кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айтқанындай, егер 5 уақыт намазын оқыса, оразасын ұстаса, әрі күйеуге тиер кезде адалдықпен тисе дейді, одан кейін оған бағынатын болса, ол қалаған 8 жәннаттың есігінен кіреді деген. Бұл дүниеде әйел адамның былайша айтқан кезде құлшылықта міндеттер аз. Мысалы білесіздер, әйел адамның айына 1 рет келетін жерінде ол кісі құлшылық істеуге міндетті емес. Пайғамбарымыз айтады, әйелдердің діндері қысқа дейді. Яғни әйелдерге құлшылық көп бұйырылмаған, көбінесе ер кісілерге бұйырылған. Сондықтан әйел кісінің бұл дүниеде 5 уақыт намазын оқып, оразасын ұстап, күйеуіне адал болып бағынатын болса, кез келген 8 жәннаттың есігінен кіреді деп айтқан екен. Сондықтан әйел адам өзінің күйеуіне бағыну арқылы осындай жәннаттың үлкен бақшасына ие болады екен. Алла соны баршаңызға нәсіп етсін. Енді мен аттарыңызды жазып алайын, е, тез-тез. Біріншіден мұсылман болу қажет дейді. Сіздер қазір сол кәлима сөздерін менен кейін қайталасаңыздар, сіз бірінші қайталаңыз. Ла илаха иллаллах Мұхаммадур Расулуллах. Сіз айта аласыз ба сол сөзді? Ла илаха иллаллах Мұхаммадур Расулуллах. Баршаңызға белгілі бұл сөз Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі деген мағынаны білдіретін сөз. Екінші, екі жақтың келісімі дейді. Жақсы, бұны мен өте берейік. Үшінші, ата-аналардың келісімі, құда-құдағи баршасы табысып жатыр, қазір той болып жатыр ғой. Төртінші, мәхір. Мәхір дегеніміз мынау. Исламда әйел кісі өзінің қажетті бір затын ерінен сұрай алады. Өзінің, бірақ ері сол мүлікке ешқашан өмір бақи араласа алмайды. Оның құны төмені 30 мыңнан төмен болмау керек. Ары қарай жоғары кете береді. Миллион, 2 миллион, 3 миллион, миллиард кете береді. Бір нәрсе сұрамыз енді, мен көзімше. Сосын уәде береді, тілеген солысына береді. Соткаңыз жама ма? iPhone сұрасаңыз да болады. Қалаған бір нәрсеңіз сұрайсыз, сосын құлағын жібересіз. Имам айтқанды орындамадың деп. Сосын қалағаныңыз сұрай бересіз. Ойнап айтамын. Алтын сырға, жақсы, бағасы 30 мыңнан кем болмайтын бір алтын сырғасын алып бересіз тілеген. Жақсы. Бұл Алланың аманаты. Бұған ешқандай бір немен қарауға болмайды. Бостықпен. Бұл неке Алланың аманаты ғой. Осы мәһірді өтеуіңіз тиіс болады.
Енді батасын берейік, сонымен аяқтайық. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والمحمود هو الله والمصطفى رسول الله الحمد لله الذي جعل النكاح فاصلا بين الحلال والحرام والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وبعد فإن الله تبارك وتعالى أمرنا بالنكاح ونهانا عن السفاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني الناخذ راغب رحمة كيشرند الله تعالى Матылеген бауырымыздың некесіне берекеңді бере қой. Я Алла Тағала көп ұрпақ сүюін нәсіп ете қой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үмметін көбейтуді я Алла Тағала өзің нәсіп ете қой. Алла Тағала өзіңнің рұқсатыңменен қасиетті некеңді қиып отырмыз. Осында кеткен қате күнә кемшіліктеріміз болса, я Алла Тағала кешіре қой. Алла Тағала өмірлеріңізге береке, дендеріңізге саулық беріп, бір жастықта бастарыңыз қартайғанша қартаюын Алла Тағала нәсіп етсін. Алла Тағала жаманшылығынан, тіл көзден, бәрекеттен өзі сақтасын. Саллаллаху тағала ала хойри халқихи Мұхаммадин ва ала алихи ва асхабихи ажмаин би рахметике я архамар рахим. Жақсы, қабыл болсын, некеңіз құтты болсын. Үйлендім мен, бойдақ емеспін, қалды елескін, атта бәрі. Үйлендім мен, ғажап өмірім, тасып көңілім, шаттанады. Тұрады екен қайда жүрсең дағы тойда отбасың тек ойда тұрады екен керемет жайым жоқ енді уайым аяулық шарым бағым бар үйленбегендер жүре бермеңдер бақыттарыңды іздеп табыңдар үйлендім мен бойдақ емеспін қалды елесін артта бәрі үйлендім мен ғажап өмірім тасыл көңілім шаттанады таңда бәрін береді алда ұмтыла бер қалма арманыңа алға жалтақтамай самға қанағат қыл барға жан жарыңа үй болу деген қиын да емес жүректе сезім иман бар ата анаға келер балаға бақытты өмір сыйлаңдар үйлендім мен бойдақ емеспін қалды елескін артта бәрі үйлендім мен ғажап өмірім тасыр көңілім шаттанады Таңымыз атсын біздің шапағатпен, әніміз жалғасыншы махаббатпен. Ассалаумағалейкум тойшыл қауым. Уағалейкум дей салыңыздар тағы да бір шапағатпен. Қошеметпен той құтты болсын ағайын.
Ал болмаса отырғандар орнынан тұрып, шапалақ тұрып, қошеметкен ағайын жастарға бір шапалақ соқсақ қане. Енді мынау жастарды жар-жармен шақырайын деген өздері асырып кетпес негізі болады. Содан да ағайын бұл салт дәстүрін аттап кетпей бір ауыз жар-жар айтсақ. Ал бірге осы өмірге үлкендер айтпай ма? Үлкендер білмейді екен. Ал қане, осы өмірге лайық отты жағып, келеден екі жас топты жарып, үлкені мен ауылдың жасыңды жар-жар, жас келінді көруге асылудар жар-жар. Бәрекелді. Той деп бүгін көңіл шіркін тасады, той деп бүгін халқым шашу шашады, осы ауылға жаңа түскен келіннің өздеріңіздің оларыңыз немере бетін ашады деп айтып, бісміллә деп, ақ келін бетін ашу рәсіміне кірісуге рұқсат етіңіз деп тілеген мырза, сіз артқа бір-екі қадам жасаңыз деп біз келіннің бетін ашамыз, иә? Ал ағайын, мынау жас келінге қолдау көрсетіп отырсаңыздар, бір құйқылап, шапалақ соғып отырсаңыздар, нұр үстіне нұр болғай. Келіп тұр, келін үйге еніп тұр, қайын жұрты халқына, иіліп сәлем беріп тұр. Қырау шалған самайын, қадыр тұтқан ағайын, бағамын деп әлі деп, шөберенің талайын, айналайын келін жан, әжелерге бір сәлем, аталарға мың сәлем. Ал жалықта атамызға қошемет ағайын. Апам айтады, мен көрімдік салмаймын дейді. Алтын тонның жағасы, ағайынның ағасы, қайын атаң төрде тұр, ақ орданың панасы, айналайын келін жан, қайнатаңа бір сәлем. Қайната болған ағамызға шапалақ ағайын. Ол мен үйдің бейнетін жастайынан көп көрген, осы тойды аңсаумен талай түнін өткерген, айналайын келін жан, қайненеңе бір сәлем. Сенің көп қой қайнағаға сыйладым, сыйлап жүрсең үлкенді, аялайдау айналайын келін жан, қайнағаларға бір сәлем, абысындарға мың сәлем. Үлкеннің ағалары мен жеңгелері қайда екен? Ағалар мен жеңгелер майдалап берші деп тұр. Тегізлікке берші. Нардай нағыз нағашы, асқақ биік бағасы,
айналайын келінжан. Нағашыларға бір сәлем, бөлелер мен жиендерге мың сәлем. Бойдақ біздің баламыз өссің арын тапты деп, қадамы болсын сәтті деп, 2 жасқа бақ тілеп, ауылдастар келіп тұр, көрімдігін беріп тұр. Айналайын келінжан, келінжан, ауылдасқа көршілерге бір сәлем, құдаларға мың сәлем. Бір Алланың пендесі, ешкімнің жоқ теңдесі, ақ тілекпен келіп тұр, апалар мен жездесі. Айналайын келінжан, әпкелерге бір сәлем, жезделерге мың сәлем. Апа жездер қауымға қайтасыздар. Бұл ауылдың ұлдары, жұрт қызығар толғағы, жас жеңгейді көрсетіп, анталасып тұр бәрі. Айналайын келінжан, қайнынілерге бір сәлем. Қайнынілер, оны жіктер. Талшыбықтай бұралған, көрдің қайда? Шашын өріп сыланған, ат қоят деп шашengей, бәрі бірдей қуанған. Айналайын келінжан, қайын сіңілдерге бір сәлем. Ал келінжан, жарасты бол еріңе, сүйкімді бол еліңе, мынау келген жеріңе. Енді бетін ашайын, ақ шашуын шашайын, алағайын қосылып, шапалаққа тастайық, Апасыз үлкен әжесіз ғой да, тілегенде. Қазір тұра тұрыңыз, шашу мен сізге айтамын, сол шашасы жақсы ма? Мен сұрағым бар, мынау бүгінгі той иелерінің алғашқы келіні ма? Ой, бәрекелді. Енесі қайда жүр, енесі? Бір апамыз келін келеді деп дайындалып жүріп, келін келді дегенде сасыққаннан кір жуыпты деп, сол сияқты. Сасыққаннан енесі қашып жүр ма? Қайда жүрсіз? Айттым ғой, жоқ енесі. Шақырыңыздар шенесі. Айттым ғой, ағылған жақта жүр. Келіңіз. Мен естіп жатырмын. Сіздің алғашқы келініңіз екен. Өзіңізге қарасам, өзіңіз әлі жап-жас келін сияқтысыз негізі. Нешедесіз өзі? Қыздың жасы? 18-де? Жақсы. Мен былай сен тұрмын. Мен апа сіз ренжімейсіз ғой. Келіннің бетін енесі ашса қарсы емессіз ба? Жақсы. Неге мен сізге ашықтайын, бұл алғашқы келініңіз ғой.
Кім ашса сол ыстық дейді шынымен. Біз бүгін ашамыз, ертең кетіп қаламыз. Сондықтан да келіңіз өзіңізге ұқсаған болсын, жап-жас әбәден болып, сіздің құрбыңыздай болып, сіздің жаңағы өзіңізге ұқсаған бір жақсы өнегелі келін болсын деген ырыммен бұрынғы заманда Бедашарда бір ғана Бедашар ашатын, қазір екеу білесіз ғой. Бер жағын мен бісміллә деп ырымдап қара домбырамен ашайын, ар жағын сізге түсіндіремін, жақсы ма? Жақсы. Жақсы. Ал бісміллә ағайын. Аба тұра тұрыңыз, мен айтамын сізге. Ал енді былай сіз қараңыз, өзіңізге ұқсасын десеңіз, ағамыз қайда, Дәулетхан ағамыз? Мен сізге сұрақ қойыңызшы, келініңіздің әйеліңізге ұқсағанын қалайсыз ба? Точно ма? Болды. Онда бісміллә деп барасыз да бетін ашып, маңдайынан иіскейсіз, бақытты бол деп. Сөйтіп маған ұқса деп таңдайына 3 рет аямай түкіресіз. Жақсы ма? Таңдайына 3 рет түкіресіз. Маған ұқса деп. Сізге ұқсасын, ырым ғой, ал шапалақ, келіннің бетіне не жашын ағайын. Ал түкіріңіз. Ой, ал, рахмет. Енді мынандай сұрақ ағайын, үйленбеген ұлы бар адам бар ма осында? Ұлым үйленсін деген. Қол көтеріңіздерші. Ұлым үйлен, сол кісіге мынаны берем мен. Кімге берейін? Ау, кімге берейін? Так, бағасы 2000 теңге. Шымға көтерем деп атыр ана кісі. 5000-ға көтерем дейді. Бар ма? Қанша көтересіз? 10 000-ға көтерем дейді. Келінді болғым келеді дейді. Алып келіңіз ақшаңызды. Кім 5000-ға көтерді? Кім 5000-ға көтерді? Уже ол кісі 2000-нан артық бермейін дейді. Қайда? О, келді міне, құда жақ қой деме. Тамаша, ал жұғыз болсын сізге, мынау сізге. Бәрекелді, 5000. Енді мынау бала шаға қысқа қояз ғой, түсініңіздер менде. Әрине әзіл ғой. Мынау 5000 теңгені ағайын. Кімге берсем болады? Кімге 5000 теңге керек? Бұлай сізге, тілегенге берейші осы. Жоқ, тілеген итак ақшалап, мен жігіт жолдасқа бергім кеп тұр. Жігіт жолдасқа бергім кеп тұр. Бүгін саған 5000 теңге беріп отқан сыры, бүгін сен осы 5000 теңгемен қыз жолдасты бір жерге шақыр, жақсы ма? Келесі той, сен тойың болсын. Мынау саған 5000 теңге. Ал, шашуыңызды шашыңыз енді. Ал, шапалақ ағайын. Сұрасына шашыңыз. Ал тілеген келші. Келіңізді бірге қол ұстап тұрсаңыз, жанар ғой да. Апа, құттықтап жүріңіз немереңізді. Апам өзі қайда барып, не істер білмей тұрмын жерде. Есі келіп отыр. Бетінен ескеңіз, құттықтағыңыз немереңізді, қуанышы құтты болсын. Сіздің тойыңыз ғой, апа. Сіздің жасыңызды берсін, апа. Жасыңызды берсін. Жарайды, апа, отырыңыз. Бұлай істейміз ағайын, қазір келіннің пысықтығын тексереміз. Негізі үйдің мынау ер адам табады ғой, әйел адам жаратады. Солай емес қой. Сонда мынау жанар сенің пысықтығын тексереміз, ұста қолыңа. Өзі көп тойға барасың, костюм шалбар киіп алады, бірақ қалтасы жыртылмаған болып, қалтасы жыртылды ма? Айттым ғой. Солай болды өзі. Сонда мен қазір былай халыққа қарап тұрып, 10-ға дейін санайын, тез санайын бірақ. Осы ақшаның барлығын тілегенің қалталары жыртып болмаса, қолын аттығып, балағын аттығып, шалбарын аттығасың мен әйтеуір. Бірдемесі тығасың. Халық болса менікі. Түсінікті ғой жанар, иә? Дайынсың ба? Ал. Тұра тұр енді мен санайынды. Тексереміз. Ал кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, бағанда ақша керек қой қалды. Енді бұлай сіз мына ақшаны жинап мен қалтама салып бересің. Рұқсат ба? Асаба немере бала өзінің ақшасы бар, ол баған ақшадан өрген екен деп жүрмеңіз. Келінім ол ақшалы батыр, бәрекелді. Ол домбыраның ақысы болсын. Ал ағайын олай болса, рұқсат болса, мынау жастарды құттықтау қазір үзіліс кезінде сіздерге рұқсат береміз. Сіздердің шапалақтарыңызбен керуен бастар жігіттің нары өзіне лайық, азамат болар жігіттің бәрі өзіне лайық, тілегенмен жанардың бәрі өзіне лайық ағайын, жары өзіне лайық. Жастар бақытты болсын деп ол шапалақ ұрайық, жастарды құтты орындарына шақырайық ағайын.
берсін, шұбайлардың жоғы қоя берсін, келген жылдар қосын. Тойымыздың төріне бүгінгі екі елді құда қылған, екі елді туыс қылған қос құлындарыңыз тілеген мен жанар жайғасқан болса, тойдың басынан бастап бір келісіп алсақ ағайын, келсе пішкен том келдей болмас дейді қазақ елі. Мынау қазақ айтқан екен, сабыр түбі сары алтын, сабырлы жетер мұратқа, сабырсыз қалар ұятқа деген екен. Осындай дүйім жұрттың алдында сабыр сақтап, ұятқа қалмауға тырысып отырсақ ағайын. Олай болса, бүгінгі осы жастардың қол ұстасу тойына алыс жақыннан сақалмен сән берген, мақалмен мән берген ауыз дуалы ақсақалдарымыз, әкелерімізбен құшағы жұмаққа, көкірегі бұлаққа айналған ақжаулықты аналарымыз өздерінің өмірден көрген түйгендерін айтуға ақ баталарын беруге келген айдан анық ағайын. Олай болса, бісміллә деп дүбірлі тойымыздың алғашқы ақ тілегін айтып берсін ағайын. Осы сәттен бастап мынау туыс болдық, көлге көл қосып, теңіз елге ел қосып, егіз болғандықтан тілекті екі жақты қосып шақырсам қарсы емессіздер ме ағайын? Қарсысыздар ғой деймін демексіздер. Себебі ағайын, тойдың кез келген тойдың мәнді сәнді өтуі ол ұзын тілектен емес, жақсы бір әннен, жақсы бір биден. Солай емес пе ағайын? Сондықтан да мен ортаға көргені көп көш басайық деп, осындағы үлкендеріміз, осы әулеттің үлкендері, ақжаулықты аналарымыз, Жібек, Жәмилә апаларымыз болса, осында мекен аналарымыз. Ортаға шығала ма өксі? Мұхаммед құдамыз ағайын осы қос анамызбен бірге ортаға шақырамыз. Ал, қошемет ағайын осы көйлерімізге. Апа берейсіз ба? Көйлі! Шалқаны! Рахмет, рахмет. Құданы билетсеңіздер, құданы билетіңіздер. Музыка. Құданы биге шақырыңыз. Сіз шақыр, апама айтпай қойсы шақырыңыз. Апаға егден бірақ сөйлеріміз. Сіз шақырыңыз құданы биге, құда ғой биге. Музыка. Ал, шақырыңыз. Алға. Өйде. Өйде. Ой, шерген ай. Айде. Айда. Ай, шерген ай. Рахмет, рахмет. Ай. Құдамыз құдағилар көргенде жайнап кеттім жерде. Ал ата, қош келдіңіз, аман болыңыздар. Ау? Жайнап кеттім, құданы көрдім. Сіз жайнап кеттіңіз? Сен адам жатқан жоқпын, сосын жайнап қалдым. Дұрыс қой. Ал келіңіз, тұрыңыздар. Келіңіз. Сіздерге қош келді лебізін білдіріп, апамыз бастап берсек қарсы емессіз ба құда? Ал апа бастап беріңіз. Dileklerin toyuna gelip bastız bulanın köp rahmet. Benim hürmetli kımrak kulalarım kulağıyla üstüne çayımız toyun üstüne kesemine bak. Kapı etsinizler. O siyeti karnım baktı boz. O siyeti onun atası casın desin. Atası bir atası gelemez. O siyeti kulağımın casın desin diyeti karnım. O sokası bir yer çanıra büyük. Köyün ağırlığı sevmeye kazasın Allah. Niye? O siyeti karnım diye bәрі жиылып жатыр. Көп рахметімді айтам қарғадан. Бәріне қызмет осындай келеміз. Немередеріңіз, бала шағадарыңыз. Осы қарғам тілегенің жасын келсін. Осы екі қарғам аман болсын. Дәулетқанның бойым аман болсын. Осыда жүрсеніміз кәртейді. Айтайын деген сөзімізден ұтып қаламыз. Енді шал болса ұлы ол келеміз. Айтын сүйретіп сүйет келдім. Балаларымға келіндерім алып берместі. Қарғам еді, көп сөз айта алмайды. Сені денсаулығына жасап болмайды. Мен осы айтасың, айтқаныңыз ес, рахмет. Бар енді сөйлеуге басқа айтарым жоқ. Құрметті тойшыл қауым, құда-құдағайлар, ескі құдалар бар, жаңа құдалар бар, барлықтарыңыз қош келдіңіздер тойымызға. Ал мына құда дәмеленіп қалмаңыз, менің шалым тірі. Дәмеленіп қалсаңыз қай болады? Ал енді бүгінгі елде дүбірлеген екі
жастың тойына келіп жатырмыз. Мына кісі менің апайым болады. Менің шалым ауру, мына кісінің де шал ауру болғандықтан жүре алмай енді сәлемін айтып қоя берді. Содан екі кемпір келіп тұрмыз. Ал енді бүгін мына тойымыз құтты болсын. Мына Боя менен Дәу екеуің сойылып жатқан бүгінгі ақсарбастарың қабыл болсын, тойдарың құтты болсын құлындарың. Мына қол ұстасып бүгін шаңырақ көтеріп жатқан екі құлыным дені сау, аман есен, өмірдері бақытты, ниеттілесе тілектері қабыл, мұраттары асыл болсын. Алла тағала жақтар түскенше жаманшылық бермесін. Мына тұрған біздердің жасымызды берсін, бақытымызды берсін. Енді қазақ айтады ғой, астын кәмін келтірген тұзынан айналайын, екі елдестірген қызынан айналайын. Сіздердің ұлдарыңыз, біздің ұлымыз ержетіп, сіздердің қыздарыңыз ержетіп, бүгін бәрімізді қуантып, екі жақты бірдей ұланасы тойға шақырып, қуантып жатыр. Енді осы екі құлынымыздың жақсылығын қай-қашанда қызығын көре беруге нәсіп етсін Алла тағала. Барлықтарыңыздың келгендеріңізге көптен көп рахмет. Алыс жуықтан қысың аяғыңызына қарамай мына тойға келіп жатсыздар. Дендеріңіз сау, бақытты болыңыздар. Келе жатқан жаңа жылымыз барлығымызға бақыт, ырыс, береке әкелсін. Күнде осындай той думан бола берсін. Ал енді басқа не айтайын енді, барлықтарыңызға осы уақыттарыңызды бөліп келіп жатсыздар. Алдыдарыңыздағы ішіп, жеп, ойнап, бірінші сағат болса да өте көңілді отыруларыңызды тілеймін. Көп рахмет, барлықтарың дендеріңіз. Жиналған тойға жалпыңа, меймандас қауым халқына, сөздің гүл тауып орайын, ассалаумағалейкум деп амандасып бір алайын. Аман есен жассыздар, құда жеп жат, жастарға бата беру, бізге мына қосылған шаттанында қосқалатаны күнде бөсе берсін сау-саламат. Сен болмас дүниеде баталы құл, кешейін батаменен жемісті гүл. Қосылған сен тауып ұрпақтарым, әуелі жасы ұзақ бақытты құл. Дән қосылған құдалар армысыздар, аман есен жүрсіздер бармысыздар. Сый-құрмет, сыйластықты бекем ұстап, қалың елім қазақтың батасын ал. Әмин, тойларымыз қабыл болсын, қызық думан ортан толсын, бақ тілекке шаңыраққа айланып, арман тілектеріміз қабыл болсын. Тағы қосып батамды берейін, үстен болсын мерейін, айналайын жанар гүл. Ақ ниет ақ жүрегім, Алладан тілеп бақытыңды көрейін. Өміріңде мұңсыз бол, әрісіне шыншыл бол, тұтқаменен досыңды айла, әрқашанда сыншыл бол, азамат бол, ардақ бол, мінезді бол, сабымақты, өнерлі бол жан-жақты, алға берсін жолбақты. Бәйтеректей гүлдей беріңдер, бәйшешектей гүлдей беріңдер, үлкен-кіші кәрі жасты жақсы жаман-жамай бірдей көріңдер. Кезіксін әрқашанда ашық аспан, береке арқа берсін мақұлдасқан, бір Алла бақыт берсін балаларға, бұл ватан шерку болсын тойға шешқан. Молодец, красавчик. Бақытты өмір берсін, баянды тіршілік берсін, өрлі-шүгірлі болсын, ата-анасы қызығын көрсін. Тұрмыстарың қоңды, өмірлерің мәнді болсын, өмірлерің келісті, еңбектерің жемісті болсын. Әуелі Құдай оңдасын, еш жамандық болмасын, ақ-батамыз қабыл боп, жасағаның қолдасын. Мың бір атты пәлесінен сақтасын, жүз бір атты жолдасынан, жаласынан сақтасын, тілінің тілінен сақтасын, көзінің көзінен сақтасын, кезенгеннің кезінен сақтасын, пәлегеға бәрінен сақтасын, өсек арамдық қызғаныш, тұлғандардың кәрінен сақтасын. Сағың сынбасын, бағың нұрлансын, ойың көсен болсын, сөзің шешен болсын. Көтеріңкі көңілді болыңдар, қуанышты өмірлі болыңдар, өмірлерің келісті, еңбектерің жемісті болсын. Жарқын болсын көңілің, талдың аппақ қалыңдай, өзен болсын бейілің, өлгіш туды ағындай.
Жатсын дос-жаранның күндізіне арылмай, басыңа бұлт қонбасын, өмірлік гүлің солмасын, төбеңе күн ұялап, тірліктерің оңдалсын. Аман болсын аймағың, бұзылмасын қаймағың, қуанышқа бөленіп, құтты болсын тойларың. Шын жүрек бата бердім, қолым жайып, ағайын қаты кетсе, етпе лайып, береке бірлігіміз арқа берсін. Сыйласу, құрметтеуді ұмытпайық. Тілегім ұрпағыма адалдық, болмаса екен қиюасы жамандық. Осы тұрған Құда жегет туыстар, берсін Алла бәрімізге амандық. Айналайын жастарым, қосылды міне бастарың, екеуің бірге жырлаңдар махаббаттың дастанын. Bir жастықта ағарсын, ақ қырау болып шаштарың. Арамыздан үзілмесін сый құрмет, сыйлаған сыйларыңызға рахмет. Итегі ақпақтысы арғы тегім, менің атым Өткен Мұлы Мұхаммед. Еліміз қуатты болсын, күніміз шуақты болсын, ұрпақ жұрағатымыз қуанышқа бөленіп, осы тұрған үлкен кіші Құда жекжат туыстар, өмірлік алға жазған кәсібіміз тұрақты болсын. Аллаға. Atamdı verdim şun жүрек, sözünü vereyim. Ata salta қазақ olsun жарғасқан, ақ жүрек шын ниеттінен азғана сыйлығымды vereyim. Ата-атаны екі штабтеріңіз қалып қойыпты. Шабала қойшыбек қылауымыз. Бұл болып жастарға осы үлкендеріміздің жолын жасын берсін ағайын. Той құтты болсын. Ал ардақтағын осы Дәулетхан ағамыздың шаңырағындағы болған қуаныш дүбірлі той баршамызға жұғысты болсын деген ниетпен ағайын, той басталды дегенде той басталды, той төріне тартамыз. Той бастарды ағайын, қабыл алыңыздар, той бастар. Бастап берейін ағайын. Сол әнге қосылып шырқап отырсаңыздар ағайын. Сол ән аяқталғанша осы алдымыздағы той бастарды баршаларыңыз таратып алсаңыздар. Ән аяқталғанша әрине бірге шырқап отырыңыздар. Аттан құласа да салттан қалмаған қасиетті қазақтың халық әндері сіздер үшін ағайын. Бірге шырқаймыз. Той құтты болсын. Aynalayın
Кермабайдай, кермаралдай, сағынып сәулем бір сен ойлай. Сағынып сәулем бір сен ойлай. Сағынып сәулем бір сен ойлай. Бәрекелді, рахмет. Ал, той жұмысы болсын ағай. Жем керек, қанша батыр болсаң да ағайын мен ел керек. Тон жағасы болмас, ел ағасы болмас деп дүбірлі той жасап ағайын туыстың басын қосып отқан бүгінгі той иелері Дәулетхан ағамызды, Оларма жеңгемізді, апамызды ортаға шақырсақ ағайын қошеметпен той иелерін бір шапалақпен қарсы алайықшы ағайын қане. Сейлемейсіздер ма? Той үстерлік ғой. Жақсы. Аға. Сабыр ағай. Құдағиыңызды танисыз ба? Түрін білесіз ғой. Сіз құдаңыздың өте жақсы танимын дейді. Олай болса, қазір бір жақсы көңілді ән болады. Сіз жақсылап билеп барып құдағиыңызды ортаға билетіп алып шығасыз. Сіз құдағыңызды алып шығасыз, жақсы ма? Келістік па? Бәрекелді ой болса, бүгінгі құрметті қонақтарымыз Жанардың Асқардаулай әкесі мен Айболы анасын ортаға билетіп алып шығыңыздар. Ал, шабалақ ата-анаға ағайын. Билетіп ал. Билет қайда? Апа! Апа! Құдадан қарағанда құдағы ішінақ екен негізі. Құдағын алдына түсіп келерді, жүр құдады. Жақсы. Ағайын, сәл сабырлы сақтайшы қане. Жастар, достары. Қызы бар үйден қуат, қызы бар үйден шақ көретін қазақтың қай баласы болсын сіздер сияқты. Ұрпағымен өсіп өнсем, ұлымның, қызымның қызығын көрсем деп армандайды. Солай емес пе? Аллаға шүкірсек дейік. Бүгін сіздердің ағармандарыңыз орындалып жатыр. Қуаныштарыңыз ұзағынан болсын, балаларыңыз бақытты болсын деп. Мынау аяқ жақта отырған жастар тынышталса. Сіз білесіз ғой, есімдерін, аттарын айтып тұр ұрсыңыз, жүруші болса, иә? Сондықтан мынау қуаныштарыңыз құтты болсын. Енді тілектің тізгінін сіздерге берейік. Қыз бергеннің назы бар деп осы құдамыз бастап берсінші. Ал құда, тойыңыз құтты болсын. құрметті қонақтарым, бүгінгі осы тойға сегіз жұмысты мұнтқан балама бақыт тілеймін. Ағаша татып тәтті бақытты болсын деп. Не айттыңыз енді? Көздерінің батасына батасы Алланың құлағы жазсын. Денсаулық болсын енді. Balamda yakın ol, Afganistan'da bir Avrupa Kuzması Kırılsan'ın kötülüğü bırakmış. Koşuk olan baktı olsun, bizim sağ olsun, sağlıklar iyi olsun. Koşuk olan arkasında kulaklarından oturmuş. O kulağımız bildirdik, bizi de korkmayalım, sağ olayım. Canan Kırılsan'ın haberisi olsun, koşulan olursa, belki bırakın. Bir bakalım, baktığımızda sağlıklarımızı bir yerde toy kullan bulamıyorsun. O da kızı edin. Yeni zaman bütün kış, aslında bir zaman bazaka mutluyuz, bakıyoruz, bir tokat kalmasın, kabantık olsun. Мынау құрметті қонақтар, сіздерге өтініш, микрофонды жақынырақ ұстап, дауыстарыңызды қаттырақ айтсаңыздар шығарып ал. Құдағи, тілегіңізді айтыңыз. Екі балам бақытты болсын, өдірген шаңырақтар келіп болсын, керегіне беріп болсын, деп бақыт тілеймін. Koşulmamız verdiğiniz elbiselerin bizim bağlamızın yapılanmıştır. Mutlaka toplum ırklıya toplum. O
сен шақырғанда сыйлап келіп отырғандарыңызға рахмет. Құда-құдағайлар күлген өздеріңізді өзбексін. Осы екі балымыз бақыттысың, бақыттыңдар. Не сөз айтасыз? Беретіндеріміз, кигізетіндеріміз бар ма деп сұрап жатырмын да ел. Ау, мен той болғаннан кейін есіміз шығып жатыр ғой, соны біз біліп алайын. Ау, айтыңыз аға. Сіз айтыңыз ба, кім айтады? Ал, келіңіз. Арасында арба, дорба, жорға жүрер. Екі жаман құда болса, араласа алмай, зорға жүрер дейді. Сынасатын емес, сыласатын құда-құдағай олақ деп міне арнайы алып келген сый-сияпаты бар екен ағайын. Олай болса рұқсат. Ал құда өзіңіз кигізіңіз құдаңызға. Қайда кетті құдаңыз? Немесе сізді таппай қаламыз әйтеуір екеулеріңіз екі жақта жүрсіздер. Аға қайдасыз, келіңіз. Рахмет. 40-қа дейін бәйгеге шабатын аттай болсын, 40-тан кейін бір-бірін таппай қаласын деп екен. Шапан жамадыр қағамызға, шапалап қошемет құда болып отыр бүгін. Қарыз құда болып отыр. Олай болса, шапан алмастыру рәсімін жалғастырамыз. Құдағиға кигізіңіз. Кей кезде тіпті құда мен құдағилар бірге бар таңдап алады екен. Сізге қандай цвет ұнайды деп бір магазиннен дейді. Ақылдасып. Ай, бәрекелді, берекелді тамаша. Естен кетпей қойды бір қыз, жарасып тұрмыз қосып оқмай жүрмін. Ау! Үлкен әжемізге дейді, орамал, апамызға апарып бере салсақ я. Сөйтіңіз. Апа қайдасыз? Шапалаға қайда? Тамаша. Байқайсам екі орамалда бірдей екен еді, апам шатастыратын болды ғой. Бәрекелді, апам орамалыңыз тозса да денсаулық. Жаңағы атамызға, иә? Содан енем, шешеміз, сол кісі. Одан кейін мұнда Сәкен құда мен Дәрия құдағи, Айша құдағи мен Қуаныш құда. Бәрден осыны шығып келіңіздерші. Келіңіздер де, әңгіме бар деді. Келіңіздер. Жәмила апамыз қайда? Жәмила апай. Қошеметтеп отырып ағайын осы тамаша сәтте баршамыз алақанымызды аямай шапалақ соғып отырсақ. Дұрыстан ұрмауға. Шапан кигендер отыра берсеңіздер я. Отыра беріңдер шапандарыңыз алған екен. Айналдым алғаштан, амандық саулық сұрасқан, көңілдерінен күн ашқан, ойлары тойға басқан. Айналдым алды ағаштан, қазақтың тойы білмесін, ақ тілек бата жатталған, қазақтың тойы білмесін. Орта пазар болып кетті ме демен, размер менікі емес екен, ананыкі екен деп әжден. Ауыстырып атыр кәдімгідей. Не болды аға, айтыңыз?
Жаңа айтты ғой ағамыз. Айтты ғой, Сәкен құда деді. Бәрін айтты, сіз естімей қалдыңыз ғой. Айтылды, содан кейін шықты ғой өздері. Ал шапан кигендер орамал таққандар отыра беріңіздер. Асқа ештеңе бермейміз дейді. Рахмет. Мынау атамыз қашан? Рахмет. Ау, бұл тағы бір нәрсе керек бізге. Мына кісі ақша күтіп көреді. Енді айтарым бар дейді тағы да осы апамыздың. Мына атамыз ауыртышта пел алмай қалған сол кісінің шапаны. Беріңіз апамызға. Ал шапалақ қошемет ағайын. Сипатымыз бар деді ағайын, сабыр сақтап тыңдасаңыздар, есімдеріңізді естімей қалсаңыздар өкпелемеңіздер. Балаларға беретін сыйлығымыз бар. Күйеу балаға қасқыр жағалы түйе жүнінен ішік. Қызымызға құндыз жағалы мұртон ішігі. Кигіземіз я. Жақсы болып қысқайып қалды. Бәрекелді, ал құда-құдағи бері келсеңіздер сіздер я. Құттықтап алыңыздар жастарды. Құда келіңіз, шапаныңызды алып келіңіз, тастамаңыз шапаныңызды алып келіңіз я. Құдағи келіңіз. Келіңіздер, билеп келіңіздер шығайын. Той сіздердің ғой, қуаныш сіздердікі. Ал қошемет тағы да құда-құдағиға қайын. Бин қайда? Енді мынау сіздерге де осы қасқырдың жүнінен істеген осы шапан кигізіп отыр ғой енді. Сондықтан киіп алыңыздар я. Көрікте қасқырдың жүнінен. Киіп алыңыз басыңызға. Мынаны бір жерге бере тұрыңыз, қазір қайтарып береміз. Ұстай тұрыңыз, құданың бас киімін жоғалтып аламыз. Мынау сіздерді қайтадан шақырған себебім біз енді салт дәстүрден аттап кетпеуіміз керек қой. Сондықтан да ағайын туыстың алдында, дүйім жұрттың алдында төс сүйістіруіміз керек. Сол емес па? Құдалар төс сүйістіреді, құдағилар бет сүйістіреді. Келіңіз аға. Жо, тұра тұрсаңшы, не істейміз? Төс сүйістіргенде шапан кидіңіздер. Нағыз бұрынғы біздің ескі қазақтың ата-бабаларымыздың мынау. Естеген. Жаңа білімдеріңіз ғой. Бұлай істеген екен. Екі жақтан шауып келіп, бір-бірін қатты үш-үштен құшақтап көтерген екен бұрынғы құдалары. Қуанғаннан. Бұлай құшақтарын айқара ашып, құда деп айқайлап келіп құшақтасқан екен. Дайынсыз ба? Кімнің дауысы қатты шығады, сол құдасын жақсы көреді деп сіздерге. Ал дайынсыздар ма? Берді керек дегендер. Ал келіңіздер, рахмет. Қуаныштарыңыз құтты болсын, құдағилар келіңіздер. Сіздер современныйсіздер ғой енді. Әдемі, жап-жас келіңіздер.
Әлі келін сияқты өздері қараңыз. Келіңіз. Былай істейміз. Бір-бірлеріңізді шынтақтарыңыздан ұстаңыздар. Екі қолдарыңыз ана жағында ұстаңыз, ар жағын. Бір-біріңізге қарап. Былай халық көрсін деп отқаным ғой. Сіздердің егер екеулеріңіз жақсы болсаңыздар, балалар ешқайда бармайды. Келісесіздер ме? Келісемін. Өйткені ағаларымызда өсек деген болмайды ғой, оларға бәрі ғой, анасынан келген 300 грамм ішіп жүреді. Осы құдағайлардан шығады бәленің бәрі. Анау сөйтті, мынау бүйтті деп. Сондықтан сіздер жақсы болуларыңыз керек. Сіздер құрбы болуларыңыз керек. Сондықтан былай істейсіздер. Қазір заманның құрбылары сияқты 10 аяқ қайда екенін білеміз ба? Мен сөйлесем сөйлеп отырамын жаңа. 10 аяғымызды артқа көтеріп, мына құдағыңыздың, сізде құдағыңыздың оң жақ бетінен былай деп сөйлесіз. Сосын сол аяқ көтеріп, сол жақ бетінен деп сөйлесіз. Жақсы ма? Қазір заманның құрбылары сияқты. Ал, олай болса, Алла қаласа, бүгіннен бастап құрбы, апалы, сіңілі болатын құдағилардың бет сүйістіру. Ал 10 аяқ 10 жақ бет. Сол аяқ сол жақ бет. Екі аяқ. Ал, аға, құдағыңызды құттықтағыңыз келе ма? Мен ешкім айтпаймын. Келе ме? Сіз ше? Келеді дейді. Онда жақсап тұр, осы сәт күнде болмайды мұндай сәт. Бір құдағиларыңызды құшақтап, бетінен сүйіп, құтты болсын деп қойыңыздар. Ал, шамалақ ағайын. Ал, қуаныштарыңыз құтты болсын. Бұрын айтқан екен, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Қазір білесіздер ме осы мақал қалай өзгерген? Қазір былай екен, баласы жақсы адамдар ешқашан қартаймайды екен қазір. Шын-шындап қойды Құдайға сол үшін. Сондықтан да балаларыңыз саналы болсын. Сіздерді ешқашан қартайтпасын, тек қана қуанышымен, қызығымен ғана қуантып жүруге Алла нәсіп етсін, я суретке түсіп алыңыздар естелікке. Жаңа қалай билетіп алып шықтыңыздар, солай билетіп барып той төріне жайғастыңыздар, құда-құдағыңыз. Ал, қошемет ағайын, ата-ананың ақ тілегі қабыл болсын деп билетіп той төріне жайғастырамыз. Осы сәттен бастап, әрине бүгінгі осы тойға ешкімнің бір бөтен оймен келмегені айдан анық. Баршамыздың тілегіміз тек қана бақыт болғандықтан, қазір мен ортаға осы ауыл ақсақалдары деп жазған екен. Осында бір топ ауыл ақсақалдары өздерінің ақбаталарын арқалап келген екен, бірақ өздері ақылдасып, бір-екеуі сөйлесе, қалғаны қосылса, қарсылық болмаса. Олай болса, ауыл ақсақалдары Қазес Мария, Сұраубай Қапиза, Байдәулет Майкен, Хамза, Қатима, Құрманхан, Үміткер, Әсентай, Зібира, Тілеубай, Хазира, Қатия есімді ауылымыздың үлкендері, ақсақалдарымыз, аналарымыз осында отырсыздар ма? Ортаға бір жақсы осы ауылдың той істердікі ғой енді. Ағайының аты озғанша ауылдасын тай olsun деп сіздер ортаңыз тойды жандырып, тойдың мәртебесін көтеріп, билеп шықсаңыздар. Ал музыка, биле. Шаршатпаймыз, тыңдаңыздар. Көпшілік қауым бүгін немере тойып жатыр дегендер бәрден өзі тақырып біліп отырсыздар. Біздің ауылымыздың Астөкпен ауыл мұрамедіміздің бір бөлімше осы жерге бір жауыменен кіз боян екеу той істеп бәріміз тақырып жатыр. Ол тақырғандары көптеген рахмет, бәрден аман болсын, дендерің сау болсын. Осы дәуіменен боянымен екі баласын, бар азамат болсын, шағарасы биік болсын, босағасы берік болсын. Түзу үшін елдің
Devletin boyanıklara sebeşler, kalıkçı barası. Yardımcı paramız. Söz olsun, kadın bana aman olsunlar, geceli çabuk olsun, başlarım aman olsun. Söz olsun, devletin boyanıklara kılık, hizmet, toy olarak verdiğin başlarına gelmesin. Kavumda toy gülmesin. Kalmay, yürüyün, yerine devlet, babamlık bekler, özünü yaxşı görüp, gözünü ağladın, toysalarını kaldırmay. Kömür ahiret yavrum boya banaların aman olsun, geri çabuk azamat olsun. Nalanda köptür kavim boya devleken balaların vakti olsun. Arkasından cansızlar osu aklasırkanların ayrılır, oyuncuların silme istiyoruz. Yerlere bu tüpek, kalık kaplar, köptür kavimine bizim avlumuzun arasından açılmasına çeşmemiz var, olsun kollarında tanışmayın. Assalamu alaikum, hurmatli to'ychi qavm, hurmatli qudaqurariylar, barliklaringizni Rasvatda o'g'lim jonli salomlayman. Endi men bugungi to'yning nesi belgili taqribi. Xo'sh, Ақсақалдар айтады, біз үлкен деп бізді сыйламай тыңдамайтын болса, несіне батамыз айтамыз дейді. Себебі ағайын мынау асаба болған емес, сіздерді қайта-қайта сабырға шақырған маған да жараспас. Апа, ұрсыңыз, ұрсыңыз деп тұр едім, ұрсыңыз. Мен айтамын, мынау ешқандай да мына ақсақал шалдардың батасын тыңдамасаңдар, не үшін де келіп отырсыңдар дедім. Кішкене тынышталып отыру керек. Мында да істеп шыққанда былай жұмыстарың бар. Ал сөйлемедім деді, сөйлеп алыңдар. Мен деді бата айтып шыққан не бересің дуылдайтындар. Сендер жас бала емессіңдер, бәрін тіс қаққан үлкен азаматшысыңдар сендер. Апа, дұрыс айтасыз апа. Ортасында бір шулап кеткен кезде сізге микрофон беріп берейінші, ұрсып тұрыш болса, тыңдай бермеңіздер. Дұрыс айтады апа, ал енді апам ұрыспасын десеңіздер тынышталып отырыңыздар ағайын. Асаба айтпай тұрған сөздің жартысын ұмытып қалдым енді. Артын алдағы айтайын. Ал енді тойдың тақырыбы осы екі баланың қосылғаны. Дәу құда, боя құдағи, баян ауылдан келген құдағилар, тойларыңыз той қыласын, тойларыңыз құтты болсын. Осы шаңырақ көтеріп жатқан екі балаларыңыз бақытты болсын, босағасы берік, шаңырағы биік, ауылымыздың бір мықты атбайлар азаматтар болсын. Қастар аман дендері сау болсын, осындай қызық қызмет бәріміздің басымызға, ауылдың басына келе берсін, әрқашан дастарханымыз осындай той болғанда береке бірлікке жайыла берсін. Ассалаумағалейкум, құрметті таушы қауым. Жаңағы асаба бала айтпақшы, шынында да біз шуламай, шұрқырамай, мынау үлкендерді сыйласақ, кішкене бір ауыз болса да батасын тыңдасақ, тойдың сәні сонда келер еді. Ал құрметті қауым, құрметті той иесі боя мен дәу, айналайындар, бүгін тойларың құтты болсын. Ұлдарыңның дегеніне жетсін, ұлдарың ұлағатты болсын, қыздарың қылықты болсын. Келіндерің келісті болсын, айналайын, аттарың желісті болсын, өмірлерің келісті болсын. Ал бүкіл еңбектерің жемісті болсын. Мынау менің кенже ұлымменен жасы тілеген қасында тұрған анау жолдасы, Елдос менің ұлым. Осыған менің жоғысты болсын. Сосын тағы айтарым, мынау адамның жақсы болуын ағашыдан, үй ағаштың жақсы болуы ағашынан, ал тойдың жақсы болуы асабадан. Асаба айналайын, сен осы жерде бірнеше рет тойда болдық, бірнеше тойыңды басқаруды көрдік. Бүгінгі стилің, бүгінгі бөлекше өзгерттен неменен бізге керемет ұнап отыр айналайын. Біріншіде қазақтың қара өнімен бастадың тойды. Оныңа рахмет, өркеніңіз үшін әрқашан. Осындай жақсы тойларды басқару саған өмір ойын нәсіп етсін айналайын. Көпшілік қауым, құрметті ағайын, сіздерге де ұлдарыңыз намысты болсын, аттарыңыз шалысты болсын, бүкіл жұмыстарыңыз табысты болсын. Деген саған айтарым, қасыңдағы жолдасың ақ некелі болсын,
ұлың басы толық шекелі болсын айналайын. Ал бүкіл туыс-туғаның, ағайын туысың барлығы саған дегенде ерекше көшелі болсын. Ал құрметті туысқандар, құрметті ағайындар, жақсылап той тойлап, көңіл көтерулеріңізге бүгін болады. Мынау қыстың мынандай күнінде, мынандай шуақты күн, ешқашан көргеніміз жоқ мынандай шуақты күн, тек қана тояменен Дәулетханның көңіліне болады естіп отыр. Ал енді осы үшін бізде мынау қазақпыз ғой, бірақ ауыз қара өлең айтып берейік, рұқсат болса. Уатыңнан айналайын асыл қалқам, айналдым ниетіңнен ашық жарқын, ай күнім айдау. Қар өлең шын тойымнан құдіреті, ту етіп көтерейін сол бір салтын, ай күнім айдау. Қосылып қоспалапат үй асап те, алғашқы бір өмірге қадам басты, ай күнім айдау. Қосылған бұл заманда қос құлыным, болмаңдар өмір бойы араз ашты, ай күнім айдау. Деп қойсай. Рахмет айтамын. Жоқ, апа, сізге бермесім рұқсат сияқты көп ағамды. Айтасыз ба? Айтыңыз я. Ал енді ағайын құрметті, ағайын туыс, құда жекжаттар, бүгінгі мына бойып жатқан тойды біліп жатсыздар. Ақтүйенің қарның жарылған үлкен той болып жатыр ауылымызда. Бұл тек дәудің менің бояның қаласы емес, мына бүкіл Саққоздағы халықтың қаласы. Бұл екі баламыздың дара қара шаңырағы чайқалмасын, жамандық байқалмасын, еткерегес тең болсын, босақас берік болсын, достар көп болсын, дұшмандар аз болсын. Әрдайым осы қара шаңырақтарында дастархандарың үзілмесін деп айтам. Ана отырған жегешеміз атамыз ауырып қалды деді. Жегешемізге тілеуіңіз қабыл болсын, мұратыңыз асыл болсын дегім келеді. Ал енді осы апамыздың жасын беріп осы екі балаға әрдайым осы кісінің бақытын берсін деймін. Бақыттың ішінде бәрі сияқты дейді ғой, бақытты болыңдар қарғады. Алғанымыз қосыламызға ауылдастар. Бәрекет ойымызға осылай ауылдастың ата тамаша әнін арнаған атамызға осындай тойдан естергісі ата. Қабыл алыңыз. Ал ауылдастар, көріңіздер. Рахмет. Қозғаймыз, ашып жұмып, бес саусағымызды ашып жұмып. Мынау ағайын негізі қазақтың ет жеуін алдық дайындық екен ағайын бес саусақпенен. Осыған қарап, орыстар айтып беш бармақ деп. Негізі беш бармақта, бес бармақта дұрыс емес, ол қазақтың жалбақты айтқан кезде ет ағайын. Ой болса, бүгінгі жастардың тойына пісірді деп бата бағыштаған қазағымыздың ханнан бастап, қараса дейін жалпы тартатын той түріне үлкен табақ ас келеді. Ағайын, басшымыз алымызға үлкен дәм келсе, алақанымызды жайып, сақанымызды қойып, тойымыздың төріне... Бисмиллахиррахманиррахим. Әмейін деп берейін, бата қолдасын қыдырата қияласын, басымызға бақыт құсу ұяласын. Екі баламыз бақытты болсын, бұлып барлықтарыңызға жұғысты болсын. Дендеріңізге саулық берсін, бастарыңызға амандық берсін.
тойға ұласып, дастарханға ұласып, береке бірлікпен осындай ақ дастарханда ақ жүректе қосылуға Алла Тағала нәсіп етсін. Екі бала бақытты болсын, тілінен сақтасын, көзінен сақтасын, пәле қалауышық дерттерден сақтап, үрлі чүбірлі болып, енді осындай тойды шілдеқарада бас қосуға Алла Тағала нәсіп етсін. Аумин, айтқаныңыз келсін. Алла асықпай үлкен дәмге қол созып, мол созып алып отырыңыздар ағайын. Той құтты болсын.